Ақылды әйел, ғибратты әңгіме. Ұзақ жылдар бойына қарамағындағы елін әділдікпен басқарған патша қайтыс болған соң, патша тағына оның мұрагері баласы отырады. Басына патша тәжін киген жас жігіт бірнеше күннен соң сарайдағы бүкіл уәзірлерін шақырып алып, ертең барлығыңызда қыздарыңызды менің алдыма алып келесіздер. Мен алдыма келген қыздарға ойымда жүрген 3 сұрағымды қоямын. Кімде-кім менің сұрағыма дұрыс жауап берсе, мен сол қызды өмірлік жар етіп аламын дейді. Сол тұрған жерде барлығы да патшаның аузынан шыққан сөзін екі етпей айтқанын жасайды. Ертеңіне әдемі киген уәзірлердің қыздары патша сарайына түгел жиналады. Көктемдегі бірінен бірі өтетін қаздай тізіліп тұрған сұлу қыздардың алдына келіп, беттеріне ойланып қараған жас әмірші, мен сендерге қояр 3 сұрағым мынадай. Машриқ пен Мағрибтің арасы қанша? Жер мен көктің арасы қанша? Өтірік пен шындықтың арасы қанша? 3 күннің ішінде менің осы сұрақтарыма дұрыс жауап берген қызды некелеп аламын деп жарлық шашады. Сарайға жиналған уәзірлердің қыздары жас әміршінің аузынан шыққан бұл сұрақтарға лайықты жауап таба алмай қиналады. Қыздарына жәрдем бермек болған уәзірлердің өздері де патшаның сұрақтарын шеше алмай тығырыққа тіреледі. Уәзірлер мен қыздарының ақылды патшаның қойған сұрақтарына жауап бере алмай қиналып жатқан туралы хабар ел ішіне лезде тарап кетеді. Бұл хабар жақын маңайда қой бағатын шопанның қызының құлағына да тиген еді. Ойпырмай, көп жылдардан бері сарайдағы патшаның ақылшысы болып жүрген уәзірлердің мынандай оп-оңай сұраққа жауап бере алмауы қалай? Мұның өзі естіген құлаққа ұят-ау. Қой, ендеше өзім барып осы сұрақтардың жауабын айтамын деп патша сарайына қарай бет алады. Патша шешімін таппай жатқан өзінің сұрақтарына жауап беруге бір шопанның қызы келіп тұрғанын естігенде қуанып кетеді. Сарай қызметкерлері кідіртпестен жауап беруге келген қызды патшаның алдына алып келеді. Қаршадай қызды көргенде сарай ішіндегілер аң-таң болып, шыбынның ызыңы естілгенде тыныштық орнайды, және де барлығы соған құлақ түреді. Сіздің бірінші сұрағыңыз Машриқ пен Мағрибтің арасы бір күндік жол. Себебі шығыстан шыққан күн батысқа барып батқанша бір күн уақыт өтеді. Ал жер мен көктің арасы 2 ақ елі. Егер жоғары қарасаң көкті, ал төмен қарасаң жерді көресің. Көзің алдында 2 саусағыңды қойсаң, ештеңені де көрмейсің. Ал 3-ші сұрағыңыз өтірік пен шынның арасы 4 ақ елі. Себебі кез келген нәрсені көзбен көрген шындық, ал құлақпен естіген өтірік дейді. Басымыздағы көз бен құлақтың арасы 4 елі деп іркілместен жауап берді. Шопан қызының берген жауаптарына шын көңілден риза болған патша баласы сөзінде тұрып осы қызға үйленіп 30 күн ойын, 40 күн тойын өткізеді. Арада шамалы уақыт өткенде патша өзінің уәзірлерін тағы да сарайына жинап алады. Жиналған уәзірлерге патшамыз не айтар екен деп көңілдері күпті болып тұрады. Тақта отырған патша уәзірлеріне барлай қарап, мен ертең қасындағы нөкерлеріммен саяхатқа кетемін. Аңда неше күн жүретінім белгісіз. Сіздерді сарайыма жинап отырған себебім, менің көптен бері көкейімде жүрген бір сұрағыма сіздер жауап берулеріңіз керек дейді. Егер дұрыс жауап бере алмасаңыздар, барлығыңызды жұмыстан босатамын да ауыр жазаға тартамын дейді. Өтірік пен шындықтың арасында бір мық, яғни шеге бар. Сол мықтың не екенін шешулеріңіз керек дейді. Патшаның бұйрығына бағынбасқа лаж жоқ. Уәзірлер тобы жынынан айырылған бақсыдай ыңырайып қалады. Үйіне келгеннен кейін патша әйеліне қарап, мен бүгін өзімнің уәзірлеріме тағы бір сұрақ бердім. Олар мен аңнан қайтып оралғанымша, менің сол сұрағымның дұрыс жауабын тауып қоюы керек. Уәзірлерім бұл сұрағымның жауабын таппай, жаны қысылғасын сенен келіп жәрдем сұрауы мүмкін. Сен олардың ешқандай өкінішіне құлақ аспа. Есіңде болсын, сен оларға рақымың кеп сұрақтың дұрыс жауабын айтып қойсаң, онда осы сарайдан өзіңе керегіңді аласың да бұл жерден қараңғы батырасың деп шегелеп тапсырады. Ертеңіне астына желмен жарысқан жүйрік атын мініп, ұшқыр таз ертіп, патша тобы аңға аттанады. Патша тобы аңға аттанған бойы уәзірлер басын тауға да тасқа да ұрып жаңағы сұрақтың жауабын іздей бастайды. Күндіз күлкіні, түнде ұйқыны қойған уәзірлер ішкен асы бойларына тарамайды. Айдың күні аманында дұрыс жауап табудан күдер үзіп, жазықсыз жазаға тартыламыз деген ойлардан уәзірлердің ішкені ірің, жегені желім болды. Көзді ашып жұмғанша патшаның аңнан келетін уақыты да болып қалады.
Жаны мұрнының ұшына келген уәзірлер таялы тұяғы қалмай патшаның әйеліне келіп, өлердегі сөздерін айтып жалынады. Енді патшаның әйелі екі оттың ортасында қалады. Уәзірлеріне жаны ашыған патшаның әйелі өтірік пен шынның ортасындағы мықтың тіл екенін айтуға мәжбүр болады. Патша аңнан қайтып келгесін, уәзірлер берілген сұрақтың жауабы тіл екенін айтады. Сұңғыла патша бір сұрақтың жауабын уәзірлердің өзі таппаған іші сезеді де, сендердің бұл сұрақтың жауабын өздерің таба алмайтындарың маған 5 саусақтай белгілі болған. Бұл сұрақтың дұрыс жауабын кім айтқанын айтыңдар. Маған шындарыңды айтпасаңдар, барлығын дарға тартуға әмір беремін деп қорқытып, уәзірлердің екі аяғын бір етікке тығады. Қорыққаннан жігерлері құм болған уәзірлер патшаға шындарын айтуға мәжбүр болады. Ашуға булыққан патша әйелін шақырып алады да, сен менің айтқаныма құлақ аспай, сау басыңа сақина сұрап алдың ғой. Енді патшаның екі сөйлегені өлгені, сен осы сарайдан керегіңді ал да қараңды батыр дейді, түсін суытып. Салы суға кеткен ақылды әйел үйіне келіп түрлі тағамдар дайындап, шараптардың неше атасын дайындап алғасын күйеуіне келіп, ал патшам, сізден менің соңғы өтінішім бар дейді. Екеуміз дастархан басында бірге отырып тамақтанайықшы деп майлы шекті айналдырады. Сүйікті әйелінің соңғы өтінішін жерге тастай алмаған патша оның айтқанына көне кетеді. Дастархан басындағы түрлі тағамдардан дәм татқан патша әйелінің өз қолымен ұсынған шарабынан да бас тарта алмай қалады. Ішкен шарабы шамадан тыс көбейіп кеткен соң патша мас болып та қалады. Қолайлы сәтті құр жібермейтін ақылды әйел сарай қызметкерлеріне әмір беріп, ат арба алдырады. Арбаға жәле төсек салдыртқан әйел мас патшаны арбаға жатқызып, қаладан шығып кетеді. Бір кезде мастығынан айыққан патша көзін ашып, өзінің қаладан алыс жерде арбаның үстінде жатқанын байқайды. Патшаның көзін ашқанын сезген ақылды әйел, тақсыр, сіз маған уәзірлерге берілген сұрақтың шешуін айтып қойсаң, сарайдан өзіңе керегіңді ғана алып шығып кетесің деген едіңіз. Мен сіздің сөзіңіз бойынша сарайдан өзіме керегімді ғана алып, қаладан шығып кеттім дейді. Патша болса өзінің ақылды әйелінің мынандай тапқырлығына шын көңілден риза болып, екеуі шаһарға қайтып келіп, бақытты өмір сүрген екен дейді. Қараңыздаршы, қандай керемет аңыз ертегі. Бұндай ақылды әйелдер қазақта көп болған, әлі де баршылық. Қазақ атам ақылды әйелді Алланың керемет сыйына теңейді. Ақылды әйел ашумен айқайға баспайды. Айқай шыққан жерден ақыл қашатыны, ұрыс шыққан жерден 40 күн берекең кететіні кішкентайымыздан санамызға құйып өстік. Орын алған жайсыз жағдайларды дауға апармай, ошықтырмай шешу ақылды адамның ғана қолынан келетін іс. Ақылды адам адасқандарды ақылмен түсіндіріп, олармен бірге тізе қосып, тірлікті бірге атқарады. Келеңсіздік кездесе көңілін түсірмейді. Қайғы көрсе сынып кетпей, қиянат көрсе құламай, қайта тұрып кететін қасиетіне ие болатын әйел шынымен де ең мықты, шынымен де бақытты әйел. Жаратылысы шапағатқа толы нәзік жандылар мейіріммен ойлайды, мейіріммен сөйлеп, мейіріммен өмір бойы айналасына шапағатын сыйлайды. Жан жүрегінің жылуы жүзінен, жүрегінен төгіліп тұрады. Сондықтан да мұндай ақылды әйел әр ұлтқа, әрбір отбасына, әрбір ер адамға берілген Алланың керемет сыйы. Әрбір отбасымызда аруларымызға ақылды ана атануды нәсіп етсін.